Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді, жұмсақ әрі нәзік болып келетін шоколадты кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасындағы еріп тұрған майымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін 3 жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, тағы да миксерлейміз. Жұмыртқа бөлме температурасында болуы керек. Осылай бір-бірден сала отыра миксерлеп аламыз. Одан кейін електен өткізілген құрғақ массамыздың үстіне какаоны салып, одан кейін қамыр қопсытқышты саламыз. Жақсылап үшеуін араластырып, жаңағы біздің сұйық массамыздың үстіне қосамыз. Барлығын бірден саламыз. Тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап толықтай миксерлейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып келеді. Бізде осындай қою масса пайда болады, оның үстіне жылы сүтімізді қосамыз. Тағы да бір қайтара жақсылап миксерлеп аламыз. Барлығын жақсылап толықтай миксерлейміз. Мен көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай әдемі масса пайда болады. Одан кейін оны кекстің формасына орналастырып, алдын ала қызып тұрған 170-180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Одан кейін оның үстіне кез келген шоколадты үгітіп, осылай бетіне сеуіп қойсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай, бізде шоколадты кексіміз дайын болды. Өте жұмсақ, іші толықтай пысып шығады, әрі дәмді болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, комментарий қалдырып, лайк басып, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.